Алматының кешіне көріп берген бұл концерт өзгеше болып өтті. Өйткені британдық Blue тобы келіп қуантты. Қала тұрғындары мен қонақтарын. Медеу тау бөктерінде өткен кешке келген көрермендер де көп. 2000 жылы құрылған топтың хит әндері біздің елімізде де кеңінен танылған, жанкүйерлер де көп. Әсіресе топтың Элтон Джонмен бірге орындаған Sorry Seems to be the Hardest Word әні көпшілікке ерекше ұнайды. Айтпақшы, баршамызға мәлім, Евровидение байқауында 2011 жылы Ұлыбритания атынан блюлықтар қатысқан. Ал топ жаңалықтары жайлы сұраған көрерменге былай деп жауап берді. Біз топ ретінде ешқандай ән жазып жатқан жоқпыз. Біраз үзіліс алдық жеке әндер жазуға. Менің ойымша, топтарда осындай жаңалықтар жасап тұру керек. Жыл сайын альбом шығара берген, менің ойымша, іш пыстырарлық. Кейін қайта жиналып бірге әндер жазу керемет сезім. Қазір бәріміз жеке шығармашылығымызбен айналысып жатырмыз. Болашақта бірге әндер жазамыз топпен, бірақ қазір емес. Келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Жиі келіп қуантыңыздар Қазақстанға.